Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Түркияға жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 40 миллионнан астам адам келеді. Көптеген адамдар бұл елді жыл сайын демалыс орны ретінде таңдайды. Көптеген шетелдіктер осы жерден жылжымайтын мүлік сатып алады. Бірақ сонымен бірге ел қонақтарының көпшілігі туристік каталогтарда не туралы айтылғанын қоспағанда Түркия туралы ештеңе білмейді. Бұл жағдайды түзету үшін біз бүгін Түркия туралы бұрын-соңды естімеген қызықты деректермен бөлісеміз. Сонымен бастайық. Стамбул Түркиядағы ең ірі қала. Бәріне белгілі ақпаратта қандай қызық болуы мүмкін деп ойларсыңдар. Шынында да Стамбул екі континентте, Азияда және Еуропада орналасқан көбісі білмейді. Бұл оны ерекше етеді. Сонымен қатар Стамбул 2000 жылға жуық ең ірі 4 патшалықтың астанасы болды. Олар Рим, Византия, Латын және Осман патшалығы. Бірақ қазіргі таңда Түркия астанасы Анкара. Түркияда тарихи ескерткіштер өте көп. Түркияны ашық аспан астындағы ең үлкен мұражай деп атайды. Мұнда өткен өркениеттердің ең көне қоныстар табылған. Тарихи ескерткіштер саны бойынша Түркия рекордшы. Мұнда ЮНЕСКО тізімінен 18 нысан бар. Бұл тізімге тағы 44 түрік нысаны кіруді күтуде. Бұл ежелгі Эфес қаласы, Көбекли Тепе мезолиттік храмы, Бірінші дүниежүзілік соғыстағы Галиопольдегі шайқас алаңы және де әлемнің 7 кереметінің екеуі Түркия шекарасында орналасқан. Олар Артемида шіркеуі және Галикарнас кесенесі. Түркияның туристік танымалдылығының жоғары болуы және оның ең көп баратын елдер тізіміне лайықты 6-шы орынға ие болуы негізінен осы елдегі тарихи көрікті жерлерінің көптігіне байланысты. Кейде саяхатшылар түрік қалаларында, қоғамдық орындарда кездесетін ерекше белгілерді байқауы мүмкін. Мұндай белгілер құбыланы Меккеге қарай бағытты анықтауға қызмет етеді. Қызғалдақ. Алғашқы қызғалдақтардың қай жерде өскенін нақты айту мүмкін емес. Алайда бұл гүлдерді таратқан османдықтар екені белгілі. Еуропаға да әкелгенде солар. Алғашқы дәндерін Голландияға Сұлтан Сүлейман әкелген. Бұл 17 ғасырда нағыз қызғалдақ маниясының бастауын белгіледі. Түркия қызғалдақтардан басқа Еуропаға шие мен кофе әкелген. Кофе демекші, түрік кофесі ЮНЕСКО-ның материалдық мәдени мұралар тізіміне енген. Кофе қайнату кезінде қолданылатын турку немесе джезбуды алғашқы ойлап тапқан түріктер екенін білесіздер ме? Мұнда ол ерекше түрде дайындалады. Сонымен қатар түрік кофесі өзінің күшті дәмімен бүкіл әлемге танымал. Кофені кең таралғанына қарамастан, түріктердің ең сүйікті сусыны шәй. Ол жоғарғы жағында тарылтылған және қызғалдақ бүршіктеріне ұқсайтын ерекше пішіндегі шыны стақандарға беріледі. Бұл сусынды ұзақ уақыт ыстық ұстауға көмектесетінін айтылады. Бір қызығы, Түркияның шәй астанасы бар. Бұл Ризе қаласы. Оның плантацияларында жылына 3-4 егін жиналады. Мұнда шәй стақан пішінді ғимарат салынып, тіпті оны Гиннестің рекордтар кітабына енгізуге жергілікті тұрғындар өтініш білдірген. Ал енді Түркияда ерекше балмұздақ сатып жатқан сатушыны көрген боларсыздар. Оның өзі де цирктағы секілді көрініске ие. Сол балмұздақтың аты дондурм деп аталатынын білесіздер ме? Мұндай балмұздақ біз үйреніп қалған нәзік балмұздақтан біршама ерекшеленеді. Түрік балмұздағы неғұрлым тығыз және тұтқыр. Бұл консистенция мастика ағашының шайырынан, орхидея түйнектерінен және мастикадан алынған ұнды пайдалану арқылы алынады. Түрік балмұздақ қоспасының негізі ешкі сүті болып табылады. Түріктердің дәстүрлі спорты. Түркияда жақсы уақыт өткізуге арналған көптеген ерекше дәстүрлі спорт түрлері бар. Дәстүрлі түйе күресі, тарихи майлы күрес,
Кавказордағы бұқа тартысы және түрік садақ атуы. Олардың ең танымалы майлы күрес. Майлы күрес Түркиядағы ең танымал ұлттық спорт түрлерінің бірі. Бұлай аталу себебі балуандар зәйтүн майымен жағылады. Балуандар түркше кеспет деп аталатын салмағы 13 келідей су буйволының терісінен тігілген зәйтүн майымен жағылған былғары шалбар киеді. Көрініс өте әсерлі, өйткені майлы денені ұстау мүмкін емес. Түріктер бұл спорттық дәстүрді 654 жылдан бері бақылап келеді. Түркиядағы мысықтар керемет, әдемі және бүкіл әлемде танымал ақ ангор мысықтары Түркиядан шыққан. Ақ ангор мысықтарының тұқымы ұлттың меншігі болып табылады және ол бір кездері Ангора деп аталған Анкара қаласының құрметіне осындай атау алды. Сұлтандар ангор мысықтарын өз аулаларында өсіріп, Еуропа мен Ресейдің корольдік отбасыларынан келген қонақтарына берген. Ангор мысықтарынан басқа Түркияда тағы бір ерекше тұқым бар. Әйгілі ван мысықтары. Бұл сүйкімді жаратылыстар суда болуды жақсы көреді. Ал кейбіреулерінің көзінің түсі әртүрлі. Елде мысыққа деген жақсы көзқарас осы күнге дейін сақталған. Үйсіз мысықтар үшін барлық жерде арнайы үйлер жасалады. Олардың жанында әрқашан тамақ пен су бар тостағандар орналасқан және олар қалаған жерінде жүреді. Ал түріктердің мына дәстүрі сізді таң қалдыруы мүмкін. Қонақжай түріктің үйінен кетіп бара жатқанда, олар сіздің артыңыздан су құйып жіберуі мүмкін. Бұл дегеніміз Түркияда саяхатшы жағымсыз оқиғаларсыз жүруі үшін оның артынан белгілі бір мөлшерде су құю керек деген дәстүр бар. Барлық осы таңғажайып оқиғалар мен фактілер Түркия сізді таң қалдыратын нәрселердің кішкене бөлігі ғана. Мұнда тек теңіз бен жағажайлар үшін ғана емес, сонымен бірге өзін ежелгі Троядағы археолог ретінде сезіну және бір кесе арнайы кофе ішу үшін келген жөн. Ал жергілікті тұрғындар Түркияны аралатып, ол туралы бұдан да қызықты деректерді айтып береді. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.